Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары таңбалары бірдей, таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосуды орындау. Координатасы -5 нүктесіндегі оң бағытта 8 бірлік кесіндіге жылжығанда қосындының мәнін кескіндейтін нүкте координатасы 3 болады. Координаталық түзуде көрсетіліп тұр. Сонымен -5 плюс 8 жауабымыз тең 3. Сонда қосындының мәні болатын 3 санының таңбасы қосылғыш 8-дің таңбасындай, ал модулі берілген сандардың айырмасына тең болады. Түсте ауаның температурасы плюс 30 градус Цельсий болды. Кешке ауаның температурасы түскі температурадан 50 градусқа төмендеді. Кешке ауаның температурасы неше градус болды? Мұнда біз координаталық түзу сызамыз. Және де көрсететін болсақ, 3 плюс -5 жауабымыз тең -2. Кешке ауаның температурасы -20 градус Цельсий болды. Қосындының мәні болатын -2 санының таңбасы қосылғыш -5-дің таңбасындай. Ал модулі берілген сандардың айырмасына тең болады. Есімізде сақтайық. Таңбалары әртүрлі, модульдері тең емес сандарды қосу үшін модулі үлкен саннан модулі кіші санды азайту керек. Шыққан санның алдына модулі үлкен санның таңбасын қою керек. Мысалдармен бекітейік. 0,6 плюс -2. Минусты жақшаның сыртына шығарайық. Сонда үлкен саннан біз кіші санды азайтамыз, яғни 2-ден 0,6-ны азайтамыз. Жауабымыз 1,4. Яғни мұнда біз үлкен санның таңбасын қоямыз. -1,4 жауабы. Келесі, жай бөлшектермен қарастырайық. -3,5-тен 2 плюс 3-тен 1. Тең, минусты жақшаның сыртына шығарсақ, 3,5-тен 2, яғни үлкен саннан біз кіші санды азайтамыз. Сонда болады -3,15-тен 1. Яғни үлкен санның таңбасын қоямыз. Минус. Қарама-қас сандардың қосындысы 0-ге тең. Мысалы, 11-ден 3 плюс теріс санға қосатын болсақ, 11-ден 3-ге тең болады. 11-ден 3-ті азайтамыз 11-ден 3-тен. Сонда міне қарап отырсақ, 3-тен 3-ті азайтамыз 0 және де 5. Сонда бізде жауабымыз 0-ге тең болады. Келесі, зерттеу тапсырмасы. Мына сурет бойынша есеп құрастырамыз. Координаталық түзу көрсетіліп тұр. Есімізде сақтайық. Таңбалары әртүрлі, модульдері тең емес екі сандарды қосу үшін модулі үлкен саннан модулі кіші санды азайту керек. Шыққан санның алдына модулі үлкен санның таңбасын қою керек. Мысалдармен бекітейік. Мысалы, 0,6 плюс -2 санына қосайық. Сонда, үлкен саннан, модулі үлкен саннан, модулі кіші санды азайтамыз. Яғни 2-ден 0,6-ны азайтамыз. Жауабымыз -1,4. Сонда шыққан санның алдына модулі үлкен санның таңбасын қойдық. Келесі, жай бөлшектермен мысалды қарастырып көрейік. -3,5-тен 2 қосылған 3-тен 1 тең. Яғни модулі үлкен саннан, яғни 3,5-тен 2-ден азайтамыз модулі кіші санды 3-тен 1-ді. Сонда жауабымыз -3,15-тен 1. Модулі үлкен санның таңбасын біз қойдық, минус таңбасын. Келесі ережеміз қарама-қарсы сандардың қосындысы әрқашанда 0-ге тең болады. Мысалы, -9 қосылған 9 тең 0 болады. Зерттеу тапсырмасы. Мына сурет бойынша есеп құрастырыңыз. Координаталар түзуін көріп тұрмыз. А нүктесі және Б нүктесі -7 және де -3. Араларында міне -4. Келесі. Есімізде сақтайық. 2 теріс санды қосу үшін қосылғыштардың модульдерін қосу керек. Шыққан санның алдына минус таңбасын қою керек.
екі теріс санның қосындысы теріс сан болады. Мысал, -8 қосылған -11. Яғни екі теріс санды қосамыз. Сонда 8-ге 11-ді қосқан кезде 19. Ал екі теріс санның қосындысы әрқашанда теріс сан болады. Жауабымыз -19. Жай бөлшектермен қарастырып көрейік. -6-дан 1 қосамыз -3-тен 1-ге. Сонда екі теріс санды қосамыз, жауабымыз бізде болады -6-дан 3 және де қысқартсақ -2-ден 1. Екі теріс санның қосындысы теріс санды беріп тұр. Бірінші тапсырмамыз. Қосуды орындаймыз ауызша. Көріп отырғандарыңыздай сандарды, таңбалары әртүрлі сандарды бір-біріне қосамыз. 18 қосылған -9, -21 қосылған 14, -31 қосылған 53, 32 қосылған -21, 45-ті қосамыз -45-ке, 0 қосылған -31, -17 қосылған 21, -70 қосылған 10, және де -25 қосылған 30. Ойланып көріп, шығарайық ауызша. Кәнеки, жауабына тоқталайық кәне. Көріп отырмыз, жауабы шығып тұр. Келесі жауапты қарап шығамыз. Мұнда яғни бізде екі таңбалары әртүрлі сандарды қосуды орындаймыз ереже бойынша. Өзімізді тексереміз. Жалғастырамыз. Келесі тапсырмамыз. Тапсырма 2-міз. Есептейміз. Яғни екі теріс санды, таңбалары әртүрлі сандарды қосамыз. Мұнда бізде ондық бөлшектермен беріліп тұр. Көріп отырғанымыздай -1,3 қосылған 2,5, -4,6 қосылған 1,9, 5,2 қосылған -10, 5,8 қосылған -8, 4,5 қосылған -2,8 және де 2,1 қосылған -5. Бұны дәптерге шығарып орындаймыз. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Бұл бізде жай бөлшектермен беріліп тұр. Қарап отырсақ, есептейміз. 7-ден 5-ті қосамыз 7-ден 4-ге, 12-ден 5-ті қосамыз -12-ден 1-ге, -6-дан 1-ді қосамыз 1-ге, 16-дан 5-ті қосамыз -16-дан 1-ге, -4 қосылған 3,2-ден 1. Ойланамыз, дәптерге жазып аламыз. Тексеріп шығамыз. Шешуі экранда көрсетіліп тұр. Бұл яғни ондық бөлшектерді қосу, яғни таңбалары әртүрлі ондық бөлшектерді қосуды орындадық. Келесі шешуіміз бізде жай бөлшектерді қосу, яғни таңбалары әртүрлі жай бөлшектерді қосуды орындадық. Тексеріп шығамыз. Жай бөлшектерді қосуды орындаңыздар. Келесі тапсырмамыз. -4-тен 1 қосылған -7-ден 5. -3,5-тен 2 қосылған -4,3-тен 1. Бұнда не байқап отырмыз? Мұнда біз екі теріс санды бір-біріне қосамыз. Яғни теріс сандарды қосудың ережесін пайдаланамыз. Бұл тапсырмаларды да дәптерге жазып аламыз. Жауаптарын көріп отырсақ, мұнда екі теріс санда қосудың ережесі қолданылды. Балалар, бүгінгі сабақта баспалдақ түрінде мен бұл жұмысты жақсы орындаймын. Мен бұл жұмысты орындай алмаймын, қолымнан келмейді. Мен бұны орындағым келеді. Қалай орындаймын? Ойланып қарайын. Мен жасай аламын. Мен жасаймын. Бұл өте қарапайым. Өздеріңіз қай баспалдақта тұрғандарыңызды байқауға болады бүгінгі сабақтың қорытындысынан. Кәнеки балалар, енді үйге тапсырма жазып алайық. Номер 401 қосындыны табындар. Бірінші тапсырмамыз 6,5-тен 4 қосылған 3 қосылған
минус 1,2. Келесі 2,4-тен 1 қосылған минус 5 қосу 1,175. Келесі минус 3,20-дан 7 қосылған 8 қосу минус 2,165. Төртінші тапсырмамыз 7 қосылған минус 2,5 қосылған минус 3,8. Келесі минус 4,125 қосылған 2 қосылған минус 4-тен 3. Келесі 6 қосылған минус 4,2-ден 1 қосылған 1,5. Бұл тапсырмаларды бүгінгі ережелерді пайдаланып, қолданып, үйде шығарамыз. Сонымен қатар, бұл бізде жай бөлшектер болатын, ондық бөлшектермен аралас. Енді ондық бөлшектермен сандарды қолданып есептер шығарамыз. Номер 392. Жазып аламыз дәптерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.